Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Алдымызда келе жатқан тәуелсіздік мерекесі барлықтарыңызға құтты болсын. Осы Қазақстан Республикасының президентімен бекітілген мерекелердің арасында мен үшін тәуелсіздік күні ерекше деп ойлаймын. Сіздер үшін де солай болу керек. Себебі сол жастар 1986 жылы алаңға шықпаса, көпшілікке қозғау салып, осы күнге шейін тәуелсіздіктің қадірін білетіндей қылып бастамаса, бұндай күнге жетер ме едік, жетпес пе едік деп ойлаймын. Бұны неге бастадым, бұл әңгімені? Кеше осы телефоннан, тиктоктан Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген режиссер Қалила Омаров дейтін кісінің постына назар аудардым. Бұл кісі жиі шығып тұрады. Қазақстанда қандай өзгеріс бар, қандай көңіл аударарлықтай жаңалықтар бар, әрбір оқиғаға мән беріп отырады. Көкпар болсын, кешегі Талғар оқиғасы болсын, тағы да көргенімен, кәдімгі қазақта мақал бар ғой, көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра деген мақал. Өте көпті көрген, талай документальды фильм түсірген кісі. Мен сол кісіге тіркелгенмін, әрбір несін оқимын, тыңдаймын. Сол кісі Әбербек Тінәлиев жайлы постысын жариялады. Әбербек Тінәлиевті біз қатарлы кісілер естерінде болар. Қазіргі жастарды білмеймін. Ол кісінің ананың тілі, Фариза қыз деген өлеңі, және де желтоқсан желі деген әнін естімеген қазақ жоқ шығар. Тоңдырды сені, тоңдырды мені, желтоқсан желі деген сөздері ғана есімде екен. Ойлап отырсам, кейде осы өзім Тараз қаласында, Жамбыл жерінде тұрамын ғой. Ары бері өткенде мынандай үлкен баннерлер көзім шалып қалып жүр. Сөйтсем, биыл біздің Жамбыл облысына 85 жыл толған екен. Жамбыл жерінен шыққан, түлеп шыққан, небір үлкен кісілердің осындай паннолары көзім шалады. Ішінде Ағаділ Суханбаев бар, Шонас Маханұлы бар, Шерхан Мұртаза, Жақсылық Үшкемпіров, кәдімгі үлкен архитектор Мүсінші Ниязбеков, көп енді айта берсем. Бірақ мына желтоқсанға қарама-қарсы Қайрат Рысқұлбековтың суреті өзімен аттас саябақ бар, парк. Сол парктың қасынан көзім шалып, сіздерге түсіріп алып ұсынып отырмын. Қаһармандарын, кәдімгі батырларын ардақтаған халықпыз ғой. Мынау желтоқсан қаһармандарына қатысқан. Қазір енді қаһарман ғой, ол кезде өрімдей жас кісілер, өзімнің жерлестерім екен, көбісін танымаймын. Осы отырған суретте тек бір-ақ кісіні шырамыттым. Ол өзіміздің медицинада Тараз қаласында жұмыс істеген. Ол жоғарыда, оң жақта бірінші тұрған Ақшашты Мұрат Бердалиев дейтін дәрігерді ғана шырамыттым. Мейлі, танайын, танымайын, желтоқсанға қатысып, сол кезде намысы бар, ары бар, сондай тәрбие көрген жас ұрпақ, сол кезде жас кездері ғой енді. Былай қарап отырсам, 1966 жылы туған екен, менен екі-ақ жас кіші болған екен Қайрат Рысқұлбеков. Сол кездердегі жастар, міне жастары келіп, 60-тың ар жақ бер жағындағы кісілер ғой, қаһарменмен бірдей әрине. Жамбыл жерінде осындай ардагерлерді, қаһармандарды ардақтап жатамыз. Міне мынандай кісілердің де суреттерін іліп қойған екен. Жастар үшін әрине үлгі. Кәдімгі соғысқа қатыспаса да, сол кездегі Алматыдағы алаңнан табылған жастар ғой, өрімдей. Еңбектері еленіп, еште болсаң, ештен кеш жақсы деп, міне осындай үлкен суреттерден көрген, өте жақсы деп ойлаймын.
Қайрат Рысқұлбеков біздің Жамбыл облысы Мойынқұм ауданынан шыққан жас, небәрі 20 жасында екен сол кезде. Барлықтарыңыздың құлақтарыңызда білесіздер ғой, бір ауыз өлеңі бар, өмірі естен кетпейтін. Соны өзінің аттас, одан кейін де қазір суреттерден көресіздер, Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақта үлкен әдемі керемет сөздер жазылған тақталар бар. Кәдімгі үлкен. Соларды да сіздерге ұсынып отырмын. Соның бірінде былай деп жазылыпты: артықша туған азамат халқына үлкен бел болары, деген Жамбыл Жабаев атамыздың сөзі бар екен. Халқым үшін тудым, белімді бекем будым, деген Бөлтірік шешеннің сөзі бар екен. Мұхтар Шаханов ақын ағамыздың бір ауыз сөзін жазып қойыпты: дархандық пен кеңділіктің, арамдық пен пенделіктің арасынан мәңгі итжығыс түсіп жатқан осы алапат жігерімнен көктей өтіп, ұлт мүддесін шекпен етіп, өз өлкеңе ескерткіш боп оралдың ба айдарлым, деген бір ауыз сөзі бар екен. Қандай керемет айтылған. Өз өлкеңе ескерткіш боп оралдың ба айдарлым, дейді. Қайрат Рысқұлбековтың ескерткіші де бар өзінің саябағында. Музейі бар екен. Бүгін барсам жабық тұр екен, сіздерге біраз суреттерін ұсынам ба деп едім. Енді жұмыстың арасында қол босаған кезде ауыз толтырып айтарлықтай Тараз өңірінде, Жамбыл өңірінде өзімнің көзіме түскен ұнаған заттарды сіздерге әрдайым ұсынып жүремін. Осы ескерткіштің артында тұрған кәдімгі музейі, соның екі жағында сол кездегі алаңға шыққан жастарды бейнелейтін, тәрбие беретін, ойландыратындай жасаған панносы бар екен. Темірден соғылған ау. Сол кездегі алаңға шыққан үлкен кісіні де бейнеленген, кәдімгі қазақтың туын ұстап шыққан жастарды бейнелеген. Енді ерекше әсер білдіреді негізі. Соның бір ауыз Қайрат Рысқұлбековтың сөзі де жазылған екен біреуінде. Туған жердің намысы бөтен қолда кетпесін, салт санадан айырылып, арақтан ұрпақ азбасын, үміт күткен жасыңнан торға атын байласын, ендігі жерде басыңнан бірлікпен бақ таймасын, деп. Жаста болса үлкен ақсақалдың сөзін айтып кеткендей көрінді маған. Ендігі жерде басыңнан бірлікпен бақ таймасын деген қандай керемет сөз. Сол кездегі 20 жасар, 21 жастағы жас жігіттің айтқан сөзі өте мағыналы, терең ұғымды деп ойлаймын. Ең керемет сөзі, енді соншама, егер тірі болғанда қазір сол 60-қа алқымдап қалар еді, керемет ақын болар ма еді, Қазақстан жеріне еңбегі сіңген кісі болар ма еді, кім біледі, қыршын кеткен желтоқсанның құрбаны ғой. Оның бір ауыз сөзі, білесіздер: күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар, алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар, деген сөз ойып тұрып жазыпты. Міне, 20 жастағы жігіттен осындай сөз шығады деп кім ойлаған? Қасқиып тұрып, кәдімгі документальды фильмдерді кейде көрсетіп жатады. Тура желтоқсанның ар жақ бер жағында осындай телевизордан беріліп жатады неше түрлі хабарлар. Бірақ тура осылай өткір ойып тіліп түсетін сөзді сол кездегі 20 жасар жігіттің кәдімгі тозақта, түрмеде, қамауда жатып жазған, қаммен жазды десе де болады ғой, түрмеде жатып жазған бір ауыз өлеңі. Қандай күшке қайрат беретін сөз, егер байқасаңыздар.
не деп айтуға болады бұдан артық? Біздің Тараз жерінен шыққан осындай батырдың мен айтпасқа болмады. Себебі мынау көшеде ілулі тұрған жап-жас кезіндегі өрімдей жас суреті кез келген қазаққа, намысы бар қазаққа ой салады деген ойым ғой енді. Мына Әбербек Тінәлиев дейтін ақынымыз сол кездері өте қатты аты шықты. Ананың тілі, жаңағы жоғарыда айтқан Фариза қыз, желтоқсан желі деген кәдімгі сол кездегі желтоқсанның гимніне айналды десе болады деп кеше Қалила Омаров ағамыз айтып өтті. Сол сөз менің ойымды тесіп өтті ғой. Шынында да сондай екен ғой деген ойда қалдым. Енді сол Фариза оңға айып етпеңіздер. Барлық жерде тұмау ма жөтел, тамағым қарлығып. Фариза Оңғарсынованың сыр деген бір ауыз өлеңін ұсынғым келіп отыр. Тақырыпқа сай болады деген оймен. Сыр. Елді ойламас ағаңның оқ тілінен не пайда? Тамшы тамбас далаңның от күнінен не пайда? Бірлігі жоқ ұлыстың көптігінен не пайда? Ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда? Өз басынан аспайтын азаматтан не пайда? Тасқа салсаң ақсайтын қазанаттан не пайда? Суырылмас семсерің жарқылынан не пайда? Арта алмаса ел сенім жарқын ұлдан не пайда? Бір-біріне от шашқан ерлеріңнен не пайда? Құлқын үшін топтасқан ездеріңнен не пайда? Тыңдар құлақ болмаса сөздеріңнен не пайда? Сертте тұрақ болмаса төзгеніңнен не пайда? Өресі жоқ ханзада тақ мінгеннен не пайда? Қыран тұрып қарғаға бақ бергеннен не пайда? Ошағыңда жылу жоқ ай көркіңнен не пайда? Жан әлемде тыным жоқ ай мен күннен не пайда? Анаңның тілі жанарың, бабаңның жыры жарағың, татулық таудай қамалың, қасиетін қорғап даланың, қаламын десең ел болып, сөзіме ой сал саналым. Міне Фариза Оңғарсынованы бекерден бекер жырламаған екен Әбербек ағамыз. Қандай жігер беретін, рухыңды оятатын, қаныңды кәдімгі қайнататын, жүрегіңді тарсылдататын өлең деп білемін. Сіздермен бөліскім келді, қабыл алыңыздар. Тәуелсіздігіміз ұзақ болсын, ауырмаңыздар, жастарға дем берейік, тәрбие берейік, саналы жастарымыз көбейе берсін. Қайрат Рысқұлбековтей саналы, арлы, сондай қасиетті, жақсы жігітті Жамбыл жерінен ұшырған халыққа рахмет, сіздерге де рахмет. Аманшылықта жүздесейік, сау саламатта болыңыздар.